Сіздермен бірге дұрыс тарих арнасы. Бүгін мен ежелгі қазақтардың түр әлпеті қандай болғаны жайында айтатын боламын. Әлі де көп қазақ бұрынғы қазақтар сары түсті, сары шашты, көк көзді, ірі денелі болған деген тұжырымға сенеді. Бұл тұжырым кеңес дәуірінде пайда болды және негізгі мақсаты славян тектес адамдар бұл жерлерде ежелден мекен еткендей етіп көрсету болса керек. Себебі олар әлі күнге дейін солтүстік Қазақстанда орыстардың ежелгі жерлері деп жиі айтатын өздеріңіз білесіздер. Сол кезеңдегі тарихи жазбаларды қарастырсақ, әп-сәтте кеңес дәуіріндегі өтірік болжамдарды жоққа шығара аламыз. Басқалардың тарихын бұрмалау мен жоққа шығаруда және өздеріне өзгенікін қосып алуда алдарына жан салмайтын орыстар Шыңғысхан орыс тектес және оның түр әлпеті славян тәрізді болған деп жүр. Сондықтан осы жағдайға қарайтын болсақ, Шыңғысхан әскерінің негізінен Найман, Қоңырат, Жалайыр, Керей секілді қазақ тайпалары құрады. Кейін олар Хорезмде өзбектерді, Енисейде қырғыздарды, Сібірде башқұрттарды және тағы сол секілді көптеген түркілерді бағындырып, басқыншы қазақ тайпалары сонда қоныс тепті. Бірақ негізгі бөлігі қазіргі Моңғолиядан Қазақстанға көшіп келді және олардың сол кездегі атауы татар болатын. Ал қазіргі татарлар 19 ғасырға дейін бұлғар деп аталып келді. Тек орыстардың бұрмалауына байланысты қазақтардың бұрынғы атауы болған татар атауын алды. Қазақ тайпаларының әр тарапқа шабуыл жасауына байланысты оларды көріп естіген сол замандағы шетелдіктер қазақтардың түр әлпетіне қатысты бірқатар деректер қалдырған болатын. Инок Магакия қазақ тайпаларының басқыншылығына қатысты жазылған атқыш халықтың тарихы деп аталатын жазбасында бұл алғашқы татарлар жоғарғы елде пайда болғанда адамдарға ұқсамады, өйткені олардың түрі айтып жеткізгісіз қорқынышты еді. Бастары бұқа тәрізді алып, балапанның көзіндей қысық көз, мұрындары мысық тәрізді кішкентай, бет сүйектері иттердік тәрізді шығыңқы, белдері құмырсқа тәрізді жіңішке, аяқтары шошқа секілді қысқа, сақалдары мүлдем болмады деп сипаттады. 13 ғасырдағы белгісіз армян авторы олар кең иықты, бұлшық етті қолдар бар, үлкен басты, шаштары кейде тегіс, кейде ұйпа-тұйпа, қысық көзді, кең маңдайлы, жалпақ мұрынды және сирек сақалды болды. Адамдарға деген қарым-қатынасы жыртқыш аңдардан да қатал еді. Ал олардың шынайы аты қара татар болатын. 13 ғасырдағы армян тарихшысы Ганжалық Киракос сақалы өспейтін, тек кейбіреулердің ернінде немесе иегінде бірнеше тал сақал өскен. Көздері қысық әрі өткір, дауыстары жіңішке және ащы еді. Грузин жылнамасы Картлис Сховрева Қарақорым деп аталатын таңғажайып мекеннен қандай да бір адамдар келді. Түрі, мінез құлқымен сырт келбеті бөтен, нанның дәмін білмейді, бірақ малдың етімен қоректенетін. Дегенмен денелері мінсіз, еттері тығыз, аяқтары қуатты, ажарлы, беттері ақшыл, қысық көз және қоңыр. Әрі жарқыраған бастары үлкен, шаштары қара және қалың, маңдайлары жалпақ, мұрындары төмен болғаны соншалық, бет сүйектері мұрындарынан жоғары шығып, тек кішкентай танаулары ғана көрінетін. Еріндері кішкентай, тістері түзу және ақ, мүлдем сақалсыз. Осындай ерекше түр әлпетте болды. Плано Карпини олардың беттері басқа адамдардан өзгеше, ең алдымен олардың көз арасы мен бет арасы өзгелерге қарағанда кеңірек. Ал беттері шықшыт сүйектен қатты шығыңқы, мұрындары жалпақ және кішкентай, көздері де кішкентай, кірпіктері қастарына дейін көтерілген. Белдері кейбіреулерден басқа негізінен жіңішке, бойларының барлығы дерлік аласа, шамамен барлығының сақалы өте сирек өседі, ал кейбіреулердің үстіңгі еріндері мен иектерінде бірнеше тал сақал болады. Оны қырмайды, аяқтары да шағын. Елші Хун дипломатикалық есеп Мен да байлу. Татарлардың бойы көп жағдайда аса биік емес, ең бойлылары 5 чи мен 2 цуннан, яғни 160 сантиметрден аспайды. Сондай-ақ толық және семіз адамдар жоқ, беттері жалпақ, бет сүйектері үлкен, көздерінде үстіңгі кірпіктері жоқ, сақалдары өте сирек, сыртқы келбеті айтарлықтай ұсқынсыз. Бридия, татарлар тарихы. Бұл татарлар негізінен орта бойлы және айтарлықтай сымбатты, себебі бие сүті адамды арықтатады. Беттері жалпақ, жақ сүйектері алға шығыңқы. Орта ғасырларда қазақ тайпаларының басқыншылығына байланысты айтылған бұл тарихи оқиғаларды Мұхаммед пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, бірнеше ғасыр бұрын олардың осылай шығып үлкен соғыс бастайтындығын білді. Тіпті олардың түр әлпетіне дейін анық түрде сипаттады. Ол өзінің хадисінде: "Сендер түркілермен соғыспайынша қиямет болмайды.
Олардың көздері кішкентай, беттері қызыл және мұрындары жалпақ. Беттері қапталған қалқанға ұқсайды. Теріден жасалған аяқ киім киетін адамдармен соғыспайынша қиямет болмайды деп айтқан. Атақты ислам ғұлама ғалымы ән-Науави Шыңғыс империясының тұсында өмір сүрген. Сол кезеңде болған оқиғаларға қатысты Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын айтып кеткен барлық белгілерге сай келетін, көздері кішкентай, беті қызыл, батық мұрын, қапталған қалқанға ұқсайтын жалпақ бет, теріден жасалған аяқ киім киетін түркілермен соғыс басталды. Бұл белгілердің бәрі біздің уақытта оларға тән. Мұсылмандар олармен көптеген мәрте соғысты, әлі де соғысып келе жатыр деп айтты. Осы аталған сипаттамалармен қазіргі қазақтардың түр-әлпетіне қарайтын болсақ, айтарлықтай айырмашылықтар байқамаймыз. Бізге әрине күн сайын көріп жүргендіктен онша байқалмайды. Бірақ басқа араб, парсы, Европа секілді халықтармен салыстырсақ, қазақтардың көпшілігі қысық көзді, мұрындары да айтарлықтай кішкентай. Сондай-ақ қазақтардың басым көпшілігі жалпақ бетті. Біздің басымыз басқа Азия халықтарымен салыстырғанда дәу болып саналады. Яғни қазақтар арада 1000 жылға жуық уақыт өтсе де бұрынғы түр-әлпетін сақтап қалған. Бірақ кейбір адамдар антропологиялық тұрғысынан қазақтар 70% азиялық, 30% европалық түр-әлпетке жататыны анықталды деулері мүмкін. Иә, рас, қазақтар түр-әлпет жағынан Шығыс Азия халықтары секілді таза азиялық типке жатпайды. Бұның басты себебі қазақтар Европаға тұрақты түрде ғасырлар бойы шапқыншылықтар ұйымдастырып келді. Қазақстан аумағынан шығып, славяндарға ғасырлар бойы жойқын шапқыншылықтар ұйымдастырған Сармат, Хазар, Қыпшақ секілді қаншама халықтар болды. Олардың бәрі кедей славяндарға неге шапқыншылық жасайды? Әлбетте олардың қыздарын тартып алып, қазақ даласына тұрақты түрде тасымалдап отырды. Кешегі Алтын Орда кезеңінде қаншама славян қыздары күң болды. Батыстан Ноғай ордасын құрған Едіге де Мәскеуден салға алып, Киевті ойрандап қаншама адамдар мен байлығын тартып келді. Қазақ жауынгерлерінің славян қыздарын осылай жиі алып келуі қазақтардың түр-әлпетіне біршама әсер еткен болатын. Қорытындылап айтқанда, қазақтардың түрі мыңдаған жылдар бойы қалпын өзгертпей сақталып келе жатыр. Тіпті біздің күнге ежелгі қазақтардың шірімей сақталған мумиялары да жетті. Олар Шығыс Түркістандағы тар мумиялары. Әйел адам шамамен 3800 жыл бұрынғы, ал ер адам 3000 жыл бұрынғы. YouTube мәйіттерді көрсеткенді жақтырмайды, сондықтан ол мумияларды Telegram каналыма салдым. Telegram каналыма видеосындағы сілтемеге өтіп кіре аласыздар. 3800 жыл бұрынғы мумияны қарасаңыздар да қазіргі қазақтардан түрінде айтарлықтай айырмашылық байқалмайды. Бүгін негізінен Монғолия жақтан келген орта жүз тайпаларының түр-әлпеті жайында сөз болды. Келесі видеоларда Қазақстан аумағын бұрыннан қоныс еткен тайпалардың түр-әлпеті жайында тарихи деректерді айтамын, және сол заманнан бізге жеткен суреттерді де көрсететін боламын.